Dostlar сәлем, бүгін біз кешкі асқа машқұрда жасаймыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз және де қатырылған помидор, картоп керек. Сосын жылқының еті және маштың өзі, күріш және де тұз керек. Ең алдымен етімізді сотап турап аламыз. Кез келген ет жарайды. Қазанымыздың астынан қосып, майды қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін етімізді салып қуырамыз. Сосын пиязымызды турап, сәбізімізді жіңішке қылып турап, жаңа қатырылған помидорымызды тураймыз. Томат қоссаңыз да болады, өз қалауыңыз. Қызып тұрған майға туралған сәбізімізді, пиязымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сол аралықта картопымызды жіңішке қылып турап аламыз. Қызған, жақсылап қуырылған пиязымыздың үстіне мөлшерлеп суды құямыз. Сол аралықта машымызды тазалап, жуып, тазалап аламыз. Шамамен бір кесе маш кетеді. Қайнаған суымыздың үстіне машымызды саламыз. Жарты сағат өткеннен кейін машымыз жарылып, қою түрге енеді. Бір жарты ас қасық тұзымызды салып, жақсылап қозғаймыз. Және де бір пиала күрішімізді жақсылап жуып қосамыз. Картопымызды саламыз. Бір шамамен 15-20 минут өткеннен кейін біздің тамағымыз дайын болады. Осылай дәмді, қою, тойымды да болады. Жақындарыңызды істеп қуансаңыздар болады. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.